шыңы ол күй өнері. Күй арқылы көшпенді қазақ халқының мұңы, қуанышы мен қайғысы қатар тербеліп, жүректерге жол тартар екен. Қазақтың қандай күйшілерін білесіңдер десе, бірінші есімізге Құрманғазы атамыз келеді. Бүгінде әр сахна мен әр шаңырақта ойналатын Адай, Балбырауын, Сарыарқа сияқты көптеген күйлердің авторы Құрманғазыны көпшілік тек күйші ретінде таниды. Ал шындығында Құрманғазы тек күйші, композитор, домбырашы ғана емес, азаттықтың жыршысы. Қазақ халқы тәуелсіздікке жетсе екен деп армандап кеткен тұлға. Қазақ ұлтына жасаған зорлық-зомбылыққа күйлерімен өз қарсылығын білдіріп отырғаны үшін патша үкіметінің билеушілеріне жақпаған Құрманғазыны бірнеше рет түрмелерге отырғызылады. Түрмеден қашқан, кісен ашқан, аман бол шешен сияқты күйлері осы тар қапасқа қамалған кезеңде туылған дүниелер. Құрманғазы бабамыз тарихтарға сүйенсек, түрмеден 7 рет қашқан деп есептеледі. Сол бір күндердің бір күнінде түрмеде осы түрмеден қашқам деген күйді ойнап отқан кезде орыстың губернаторы біліп қояды. Абайлаңдар, мынаны дұрыстапсаңдар, бұл қашатын түрі бар деп, сол күннің ертесінде ол кісі қашып кетеді деген сол күйді ойнап береді. табиғи таланты, қос ішекті домбыраны күмбірлетіп сөйлетудегі орындау шеберлігі тыңдаған адамды таң қалдыратын дәрежеде болған. Уақыт өтсе де шығармалары өзекті жоғалтпаған. Құрманғазы Сағырбайұлының күйлері ғасырдан ғасырға ұрпаққа берілетін асыл мұрамыз. Оның рухани бай шығармашылығы қазақ халқының баға жетпес қазынасы болып қала бермек.